Қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүрсе, Қарнымның ашқан-ай. қасқыр жүгіріп келіп, Ей, күшік, мен сені жеймін. Сенікі жайшылық па? Менің өзімнің қарным аш. Әуелі мені тойғыз, содан соң жерсің. Жарайды, менімен жүр. екеуі бірге келе жатып, бір топ сиырды көріпті. Маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым қандай екен? Күшік сәл ойланып барып, Сені сипаттап айтар болсам, сенің екі көзің шоқтай қызарып жайнаған, аузың арандай ашылған, екі құлағың жымиған, құйрығың жас шыбықтай боп майысқан. Енді мен не істейтінімді қара. қасқыр шапшып барып, бір бұзауды ұстап алды. Көп ұзамай, бұзау қозғалыссыз қалды. Сен не істедің? Қазір қарнымызды тойдырамыз. Сөйтіп, екеуі де тамаққа тояды. Бұл бір дәмді ас болды. Иә, қарнымыз бір тойды. Мен тойдым, сенің етіңді енді жемеймін. Қош бол. Күшік бұзаудың жемтігінің қасында қалып, 3 күндей тегін етке тойып жатыпты. Қарным қайта аша бастады. Іші пысқан күшік жолай аш мысықты кездестіреді. Ей, мен сені жеймін. Бірінші мені тойғыз, сосын же. Біраздан соң бұлар бір топ түйеге келіпті. Мысық, маған қарашы. Менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым қандай екен? Несін айтасың? Құлақтарың салпайып тұр, көзің бозарып тұр. Аузың атсқазып, тілің салақтап тұр, құйрығың қайқайып тұр. Енді не істейтінімді қара. Күшік жүгіріп барып, бір түйенің аяғын тістейін дегенде, «Ау, күшік-ау, не істеп тұрсың? Ауырттың ғой!» Ей, мақтаншақ. Ей, күшік, сен енді оянбайсың ба? Күшік? Әлің жетпейтін іске ұмтылдың. Сен ешқашан қасқыр бола алмайсың. Енді сенің етіңді мен жеймін. Күшік сол арада сеспей қатыпты.